Сәлеметсіздер ме? Оқушылар, экранға назар аударыңыздар. Суреттерден нені байқап тұрсыздар? Бұл суреттердің қазақ жазуына қандай қатысы бар? Дәл осы суреттер арқылы бүгінгі сабағымыздың тақырыбын болжап көрейікші. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы араб графикасына негізделген қазақ жазуы. Бүгінгі сабақта қазақ жазу тарихындағы араб графикасы туралы білесіз. Аннотацияның тілдік оралымдарын меңгересіз. Аннотацияның жанрлық құрылымдық ерекшелігін ажыратасыз. Олай болса оқушылар, алдымен қазақ графикасының тарихы туралы мәліметтерге көз жүгіртіп өтейік. Қазақ графикасы қоғамдағы түрлі тарихи әлеуметтік өзгерістерге сәйкес бірнеше жазу нұсқаларына араб, латын, кирилл жазулары бағындырылған фонематикалық принципке сүйенетін қазақтың дыбыстық жазуы. Қазақ тілі әліпби жүйесінің тарихи кезеңдерден өтіп, ұлттық әліпби деңгейіне жету жолы. 1-ші, 5-ші, 7-ші ғасырларда көне түркі халқы ата-бабаларымыз ғылымда Орхон Енисей жазуы деген атпен белгілі көне түркі руника жазуын пайдаланған. 2-ші, 10-ші ғасырдан бастап араб жазуына көшіп, 20-ші ғасырдың басына дейін қолданылды. 3-ші, 1912 жылы Ахмет Байтұрсынов араб жазуына негізделген қазақ жазуына реформа жасап, жаңа емле деп аталатын жаңа әліпбиді пайдалануға 1929-1939 жылға дейін латын жазуына негізделген бірыңғай түркі әліпби қолданыста болды. 5-ші, 1940 жылдан бастап латын жазуының орнына кирилл әліпбиін қолданып келеміз. Араб жазуының тарихына келетін болсақ, ежелгі біздің заманымыздан бұрын 2000 жылдар Акад Шумер тайпаларының жазба әріптері негізінде пайда болған көне жазулардың бірі. Оңнан солға қарай жазылады, бас әріптер болмайды. Әріптер бір-біріне қосылып жазылады. Барлығы 28 әріп бар. Олардың үшеуі А, И, У созылыңқы дауысты дыбыстарды, қалғандары дауыссыз дыбыстарды бейнелейді. Дауыссыз дыбыстардың асты үстіне көмекші белгілер қойылады. Оқушылар, сіздер алдыңғы тақырыптарда аннотация туралы толық мәлімет алдыңыздар. Олай болса, кестедегі тұжырымдамалардың дұрыс-бұрысын анықтаңыздар. Жауаптарыңыз дайын болса, экранға назар аударыңыздар. Тұжырымдама. Аннотация кітаптың, мақаланың, қолжазбаның мазмұнын, саяси идеялық бағытын, құндылығын түсіндіретін қысқаша сипаттама. Бұл бізде дұрыс тұжырымдама. Келесі, ғылыми мақаланың аннотациясы бір тілде ғана жазылады. Оқушылар, бұл бізде бұрыс тұжырымдама екен, себебі ғылыми мақаланың аннотациясы 3 тілде жазылады. 3-ші, аннотация кітаптың не мақаланың 1-ші бетінде орналасады. Олай болса оқушылар, кітапқа аннотация жазуда қолданылатын тілдік оралымдарға назар аударыңыздар. Бұл кітапта немесе мақалада тақырып сөз етіледі, яғни қозғалып отырған тақырып туралы мәлімет бересіздер. Келесі, бұл кітапта немесе мақалада мәселе көтерілген, яғни көтеріліп отырған мәселені жазуларыңыз керек. Бұл кітап немесе мақала зерттеулерге негізделген. Сіздер қандай зерттеулерге негізделгендігі туралы ақпарат бересіздер. Автордың ерекше назар аударған мәселесі қандай екендігін жазып көрсетесіздер.
Сөз етіліп отырған мәселенің зерттелуі мынадай. Бұл кітапта немесе мақалада детальды зерттеу жүргізілген. Яғни, қандай детальды зерттеулер жүргізілді, сол жайында ақпарат беріп өтесіздер. Оқушы аннотация үшін ең негізгі ақпарат ол кітап мазмұны болып табылады, сондықтан экранға мұқият қарап отырыңыздар, істеріңізге сәттілік. Дайын болсаңыздар, менің жауап үлгіме назар аударыңыздар. Қазақ жазуының тарихы мен теориясы оқу құралы. Құралай Бимолдақызы Күдеринова. Алматы елтаным баспасы 2013 жыл 344 бет қызметкері, филология ғылымдарының докторы, профессор. Ғалымның қазақ жазуының тарихы мен теориясы атты еңбегі жоғарғы оқу орындарының студенттеріне арналып жазылған оқу құралы. Бұл кітапта қазақ жазуының тарихы мен теориясы кезеңдерге бөліне отырып талданған. Білім алушыларға алғаш рет жазу теориясы, әліпби теориясы, фонема, графема ұғымы, қазақ орфографиясының негізгі принципі, әліпбидің фонологиялық негіздері, қазақ мәдениеті қолданған әліпбилердің фонема, графема қатынасы, әліпби теориясын алғашқы болып зерттеген профессор Нұргелді Мақажанұлы Уәлидің терең теориялық кеңестері басшылыққа алынған. Автордың ерекше назар аударған мәселесі қазақ жазуының пәнін анықтау, қазақ жазба тілінің деңгейлерін ауызша тіл деңгейлерімен салыстыру, қазақ жазуының тарихи кезеңдерін саралау, жазба тіл өз алдына жүйесі мен құрылымы бар тілдік таңба екенін студенттерге өздігінен зерделету. Әр тақырыптың аясында хрестоматиялық мәтіндер мен шығармашылық тапсырмалардың беріліп, тест алынуы білім алушының әр көздерден іздеп, уақытын кетірмеуіне және есте сақтауына көмектеседі.